Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Райымбек ауданы Сауранбаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мұхамеджанова Қарлығаш Қанатбек қызы. Үздік педагог 2022 байқауына қатысушы ретінде назарларыңызға іс тәжірибемнен үзінділер ұсынамын. Білім негізі бастауыш сыныпта қаланады. Оқушының бастауыш сыныпта алған білімі бүкіл өміріне әсер етеді. Өзімнің осындай жауапкершілігі мол қызметті абыроймен атқарып жүргенімді мақтанышпен айтамын. Менің сабақтарымның негізгі концепциясы көбірек белсенділік пен қозғалыс, соғұрлым білім мен тәжірибе. Сабақта үлгермеушіліктің алдын алу мен белсенді қарым-қатынас және пер-топер әдісін үнемі қолданамын. Қанша пайызбен есептеп отырмыз? 21%. Қанша сумманы? Қанша жылға? 1 жылға. Үстінен көретіндерің сосын ай сайын менің төлейтінім ба? Бастауыш сынып мұғалімі оқушылардың біліммен қатар тәрбиесінің негізін қалыптастырушы маман. Осы тұрғыда оқушыларымның шығармашыл тұлға болып қалыптасуын басты назарда ұстаймын. Себебі шығармашылығы дамыған тұлға жаңаша ойлау қабілетіне ие. Бабаларым, рахмет сендерге. Сын сәтте қыл істермеген, намысын қолдан бермеген, әділет бесіктер берген. Аналарым, рахмет сендерге. Биылғы оқу жылы мен 1-ші сынып қабылдап алдым. Дифференциацияға негізделген жұмыс тәжірибем негізінде оқушыларым 2 аптаның ішінде сауаттанып, құрап оқи бастады. Бұл ешқандай да гимназия немесе тереңдетіліп оқытылған арнайы дайындықтан өткен балалар емес, қарапайым ауыл балалары. Мақсатым 1 айдың ішінде балаларды дәл осылай сауаттандырып, ары қарай дамуына жағдай жасау. Осындай үздік іс тәжірибелермен бөлісу үшін жеке бренд қалыптастырып, әлеуметтік желілерде ұстаздармен де білім алмасудамын. Бұл менің YouTube каналым. Мұнда үздік іс тәжірибелер мен сабақтан үзінділер, бейне сабақтар, сонымен бірге қызықты сабақта қолдануға болатын сервистер туралы видеолар бар. Қазіргі танымал әлеуметтік желілердің бірі Instagramда парақша жүргізудемін. Бұл парақша жүргізу іс тәжірибе бөлісумен қатар отандық, сонымен бірге шет елдік педагог мамандармен іс тәжірибе алмасуға үлкен жағдай туғызуда. Өз ауданымызда іс тәжірибем таратылып, семинарларда сабақ өтіп, тамыз кеңесінде іс тәжірибелермен бөлісіп жүрмін. Назарларыңызға ата-аналардың, әріптестерімнің менің жұмыстарым туралы пікірлерін ұсынамын. Өзім бастауыш сынып мұғалімі болсам да, ақпараттық технологияларға деген қызығушылығым өте жоғары. Бұл салада біраз білімім де бар. Мұғалімдерге электронды портфолио, креативті слайд, сонымен бірге ашық сабақ жоспарлауға көмек бере аламын. Жұмысым туралы осындай керемет пікірлермен қорытындылай отырып, назарларыңызға өзім монтаждаған және дарынды оқушым оқыған Мұқағали Мақатаевтың өлеңін тарту етемін. Мұқағали Мақатаев, сіздер сезесіздер ме? Түсінесіздер ме? Сенесіздер ме кісіге? Сіздер көтергіш крансыздар, шығарасыздар да түсіресіздер де. Заманның жүгі алақандарыңызда, жоталарыңызда. Айтсаңыздар болды балапандарыңызға, лаулаймыз өрттей оталамызда. Дәуірге оттық шырпы да сіздер, тұтанасыздар да сілкінесіздер. Құпия сандық құлпы да сіздер, құлпының ашар кілті де сіздер. Қатыгез майдан, қанды жапанда, белгісіз болып жоғалғансыздар. Жігіт боп барып, ерлік сапарға, шал боп қайта оралғансыздар. Атадан қалған асылдарсыздар, дауылдансыздар, жасынансыздар. Өзен боп көлге қосылғансыздар, дәм боп жерге шашылғансыздар. Атаннан көрі жоталысыздар, боталысыздар, боталарыңыздың отанысыздар.